Балалар сәлеметсіңдер ме? Біз бүгін кезекті нұсқа талдауымызды жалғастырамыз, бастаймыз. Нұсқаны көбірек талдаған сайын, былтырғы болсын, қай жылғы болсын, көп талдаған сайын бізде тәжірибе қалыптасады, есептерді шығаруға деген дағды қалыптасады. Сол себепті есептерді шығаруды тоқтатпаймыз. Күнделікті 5 есеп болсын, күнделікті 10 есеп болсын, біз есеп шығаруымыз керекпіз. Сонда ғана бізде нәтиже болады. Міндетті түрде осы нені қарап анализ жасаңыздар. Талданған есептерді міндетті түрде жазып алып, шығару жолын міндетті түрде жаттаңыздар. Бірі болмаса бірі келеді. Ең негізгі практикамыз балалар бізде осы нұсқа талдау. Балалар, бірінші сұрақ бізде тербелістер амплитудасымен анықталатын дыбыстың сипаттамасы дейді. Ол бізде дыбыстың қаттылығы, Келесі, екінші сұрақ, тербеліс жиілігі 16 герцтен 20 мың герцке дейінгі толқындар, ол бізде акустикалық толқындар. Жаттап аламыз бұл. Алдыңғы неден бері келіп жүр. Алдыңғы 1-2 нұсқада келді бұл сұрақтар, жаттаймыз. Енді үшінші сұрақ. Берілген график бойынша дененің 4 секунд ішіндегі үдеуі қандай дейді? Міне 4 секундымыз міне үдеудің формуласы дельта В, дельта Т. Уақытымыз бізде 4, В-мыз бізде бастапқы жылдамдық және соңғы жылдамдық екеуінің айырмасын аламыз ғой. Мына жер 3 болса, мына жер 1 болады. Бастапқы жылдамдық 1, міне В. Жылдамдықтың мәндері көрсетілген жаққа қарай қараймыз. 3-тен 1-ді азайтамыз. Себебіне соңғы жылдамдығымыз 3-ке сәйкес келіп тұр. 3-тен 1-ді азайтамыз, ол бізде 2. 2-ні 4-ке бөлеміз. 0,5 метр секунд квадрат деген жауап дұрыс болады. Келесі. Төртінші сұрақ балалар. Төртінші сұрақ. Ауыр жүк ілген кезде трос 2,1 миллиметрге ұзарды дейді. Дельта L-мыз 2,1 миллиметр. Осы кездегі салыстырмалы деформация 0,14% тең болса, тростың ұзындығы қандай дейді. Бізге L0-ды анықтау керек болып тұр. Бізде салыстырмалы деформацияның негізгі формасы дельта L-дің L0-ға қатынасы. Енді осыдан бізге L0-ды таба салу қажет. L0 тең болады, дельта L-ді эпсилонға бөлеміз. Мұндағы 2,1 миллиметріміз 10-ның -3 дәрежесі жанына тіркеліп жазылады. 0,14 дегеніміз, ол 0,14 көбейтіп пайыздан құтылып тастасақ, біз 0,1 деп жазсақ болады. Сонда бізде 2,1-ді 1,14-ке бөлеміз. Мынаны дәрежемен жазатын болсақ, -3 болады да. -3 деп жазатын болсақ, 1,14. 10-ның -3 дәрежесі 0,1. 10-ның -3 дәрежесі десек, дәрежелер қысқарып кетті. 2,1-ді 1,14-ке бөлеміз. Сонда бізде 1,15 деген жауап болады. Келесі тапсырма балалар. Келесі 5-ші тапсырма. Температурасы 20 градус Цельсий бөлмедегі ылғал термометрдің көрсетуі және психрометрлік кестеден үзінді беріліп тұр дейді. Бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы қандай дейді. Құрғақ термометрдің көрсетуі 20 дейді. Ылғалдың көрсетуі, балалар, мына құрғақтікі 20 градус болса, ылғал термометрдің көрсеткіші міне мына жерде тұр. Ол бізде 18 градус Цельсийге тең. Балалар, мына жерде бөлік құнын есептеп анықтайтын болсақ, 5 бөлікке бөлінген бөлік құны 2-ге тең. 10-нан 4 бөлікке асып тұр, яғни бізде ол 18 градус Цельсий болады. Енді мына жерде ешқандай есепті шығарудың қажеті жоқ. 20-дан 18-ді азайтамыз. Себебі мына жерде подсказка тұр бізде. Құрғақ және ылғал термометрлерін көрсетулерін айырмасы деп тұр.
Ол бізде 20-дан 18-ді азайтамыз 2, яғни біздегі жауап 83%-ымыз міне шығып тұр. Келесі, қатаңдығы 200 ньютон бөлім метр, серіппеге 100 ньютон күш әсер етеді, оның абсолют ұзаруы нешеге тең дейді. X-ті табу керек қой бізге, дельта X-ті табу үшін Гук заңының формасы бойынша F-ті К-ға бөле саламыз. 100-ді бөлеміз 200-ге. 2-ден 1 немесе 0,15 метр деген жауап болады балалар. Балалар, келесі тапсырма бізде 5 секунд ішінде 5 секунд балықшы қайықтың 5 секундта так. Балықшы қайықтың 5 секундта 20 тербеліс жасағанын байқады дейді. Егер су толқынның ұзындығы 90 см болса, судың жылдамдығы қандай дейді. Біз қандай формуламен шығарамыз? Лямбда тең В көбейту Т формуласымен шығарамыз. Бізде толқын ұзындығы бар, судың жылдамдығын табуымыз керек. В тең болады лямбданың үлкен Т-ға қатынасы. Үлкен Т деп отырғанымыз ол тербеліс периоды ғой, кішкентай Т-ның N-ға қатынасына тең. Яғни кішкентай Т-мыз бізде 5, N-міз ол 20 бізде. Сонда бізде 4-тен 1 секунд деп жаза салайық. Лямбдамыз бізде 0,9 бөлінген Т 1 үстіне кетеді, бөлімде қалады, 4 алымына кетеді. Сонда бізде 3,6 метр секунд деген жауап шығады екен балалар. Форма жаттаймыз. Массасы 50 грамм. Температурасы -10 градус Цельсий. Мұзды 30 градус суға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері қандай дейді. Балалар, бұл жерде біз жылу мөлшерінің 3 формуласын аламыз, қосындысын аламыз. Бірінші, мұзды не істейміз? Мұзды еріту үшін қажетті жылу мөлшерін қосамыз. SM дельтаты. S мұздікі, масса мұздікі және дельтаты. Қосамыз. Не істейміз ары қарай? Суға, 30 градус суға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері. Ары қарай не істейміз? Ол мұзды біз балқытамыз. Балқыту жылу мөлшерін қосамыз. Мұздікі. Плюс одан кейінгі қыздыру. Одан кейінгі 30 градусқа дейінгі қыздыру суды. Суды қыздыру. Судың массасы және дельтаты. Міне осы үшеуін біз қосып, қосындысын алып есептейді екенбіз. Меншікті жылу сыйымдылық мұздікі 2100. Көбейту масса мұздікі 0,105 килограммға айналдырсақ. Және -10 градус дейді. -10 градусымыз ол мұзды бастапқыда не істедік? Мұзды біз температура, белгілі бір температураға дейін еріттік. Мұзды еріту үшін 0 градус дейді ғой. 0 -10 болады да, ол бізде +10 болады. Сосын +10-ды бүйтіп қоя саламыз орнына. Ары қарай лямбдамыз бізде 3,3, оның 5 дәрежесі, көбейту масса 0,105 плюс 4200 көбейту масса 0,105. Сол мұздың массасы судың массасы өзгермейді, тең болады, және де 30 градус. Міне балалар, осыны есептейміз. 2100 көбейту 0,105 көбейту 10. Ол бізде 1050. Плюс 3,3 көбейту 0,105 көбейту 100 мың дей салайық. Дәрежеміз, бұл бізде 16500. Келесі 4200 көбейту 0,105 көбейту 30. Бұл бізде 6300. Осының барлығын қосамыз балар. Плюс 16500 плюс 1050 тең болады 23850. Онда жауап Е жауабында тұр. 23850
джоуль балар. Оны килоджоульға айналдыру үшін не істейміз? 23,185 килоджоуль деп жазсақ болады балар, иә? Жақсы. 13-ші сұрақты қарадық. Келесі бізде балар 14-ші сұрақ. Менде кішкене керісінше, реттілігі керісінше болып тұрды. Электрондар диодта 182 электровольт энергияға дейін үдетіледі дейді. Анодтағы электрондардың жылдамдығы қандай дейді. Біз қайтеміз? Бірінші энергияны айналдырып аламыз. 182 электровольтты біз джоульға айналдырып аламыз. Оны мен 19 дәрежесіне көбейтіп жібереміз. 182-ні көбейтеміз 1,16-ға. 291,2, оның мен 19 дәрежесі джоульға тең болды. Так, масса бізде міне бар. Масса электрон. Электронның массасын міндетті түрде жаттап алыңыздар, керек болып қалады. 9,1, оның мен 31 дәрежесі. Жылдамдықты табуымыз керек. mv квадрат бөлінген 2. Е тең болады, кинетикалық энергия тең болады, mv квадрат бөлінген 2 формасынан түрлендіріп табамыз. В тең болады, 2Е-ні не істейміз? Массаға бөлеміз, түбірге аламыз. Есептеп көрейік. 2 көбейту еміз бізде. 291-де 2, оның мен 19 дәрежесі. 9,1, оның мен 31 дәрежесі. Сандарын жеке, дәрежелерін жеке есептейміз. 2 көбейту 291-де 2 бөлінген 9,1. 64 шықты балар. 64-тен түбір тапсақ не болады? 64-тен түбір тапсақ бізде 8 болады. Көбейту 31-ден енді дәрежені көрейік. 31 дәрежесіне плюс болып барады. 19-дан азайтамыз. 12 дәреже, 12 дәрежеден түбірден ол 10-6 дәрежесі метр секунд шығады. Сонда бізде 6 дәреже деген мега деген сөзбен ауыстырсақ болады. Сонда бізде С жауабына сәйкес кеп тұр балар. Келесі 15-ші сұрақты қарай қойыңыздар. Газ адиабаталық ұлғайып 200 джоуль жұмыс атқарса, газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай дейді. Енді мына біз кілт сөзге назар аударамыз. Адиабаталық процесс кезінде жылу алмасу болмайтын процесс қой. Q-мыз 0-ге тең болып кетеді. Және термодинамиканың бірінші заңының формуласы осындай болса, бізде адиабаталық процесс кезінде қайтеді? А тең болады минус дельта У формуласына өзгеріп кетеді. Сонда бізде жауап қандай болады? Жұмыс 200 джоуль болса, ішкі энергиямыз минус 200 джоульға тең болып кетеді балалар. Келесі тапсырма. Ауырлық күші жер бетіндегі ауырлық күшінің 81%-ын құрайтын биіктік дейді. Балалар, ауырлық күші деп тұр, өзі айтып тұр бізге. Ауырлық күші жер бетіндегі ауырлық күшінің 81%-ын құрайтын биіктік дейді. Мына жердегі жер бетіндегі еркін түсу үдеуі G-дің өзін ала берейік. Келесі ауырлық күшінде G-ді біз H биіктікпен есептегендегі G-ді аламыз. Және мына ауырлық күші 81%-на тең деп біз мына жаққа көбейтіп жібереміз. Массалар қысқарып кетеді балалар. 0,81 G тең болады. G H-қа тең болады. Енді ары қарай не істейміз балалар? Ары қарай біз дұрыстап жазып алайық G-ді. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша біз G-дің еркін түсу үдеуінің негізгі формуласы бар. Үлкен G арқылы үлкен G тең болады. Мынау жердің массасы бөлінген R0 квадрат деп жазып аламыз G-ді. Бірден жазайық мына жерге. 0,81 G үлкен M R0 квадрат тең болады. Мына жақта G масса, жердің массасы R0 плюс H-тың квадраты деген осылай жазылады. Егер биіктік белгілі бір биіктіктен құлап келе жатқан дене, тартылып келе жатқан дене десе, біз осылай алатынбыз өрнекті. Үлкен M-дарымыз қысқарды, G-ларымыз қысқарды. Ары қарай не болды? Квадраттардан құтылып алайық.
квадраттардан құтылып алу үшін екі жағында түбірден аламыз. Түбірге аламыз. Сонда R0 міне мынандай қалды. 0,9 1 R0 плюс H деген өрнек қалды. Так, ары қарай не істейміз? Ары қарай бізде 0,9 мынаның каждыйына көбейтсек 0,9 R0 плюс 0,9 H тең болады R0. Бізге керегі не? H керек, 0,9 H тең болады 0,9. R0-дан 0,9-ды азайтсақ 0,1 R0. Сонда бізде H тең болады, не болады? 0,1 R0-ды бөлеміз 0,9-ға. Мыналар қысқарып кетті, сонда R0 бөлі 9 деген өрнек қалды ғой. В жауабы екен сонда балар, я? Балар, келесі тапсырма графикте бейнеленген изопроцестерді атаңыздар дейді. Так, графикте бейнеленген изопроцестер. 17. Жақта бар еді 17, қазір 1 минут. Графикте бейнеленген изопроцестерді атаңыз дейді. Ол бізде так. Бірден 4-ке дейін деген 1 4 және 2 3 деген ол бізде Т тең константа. Яғни изотермиялық процесс екені белгілі. 1 4 2 3 1 4 2 3 изотермия. 1 2 және 3 4 деген бізде изопроцесс емес деген жауап болады. Д жауабы ғой. Келесі балар бізде 18. 18. Катушкадағы тоқ күші 3 есе артқан кезде магнит өрісінің энергиясы W-ге өзгереді дейді. Энергияның бастапқы мәні қандай дейді. Так, магниттік энергияның формасы L I квадрат бөлінген 2 ғой. 3 есе артса, мына жерде 9 болады. Так, мына шамаға өзгерді десе, дельта омегаға өзгерді десе, бізде бірінші 3 есе артқан кезде десе, онда бізде жауап қандай болады, балар? Мынаны біз омега деп қойық. 9 омега деп қойық. Бастапқы мәні бізде омега болса, омега 1 болсын. Так, омега 1 керісінше болады. Омега 2-ден омега 1-ді азайтамыз. Омега 2-міз бізде 9 омега, азайту омега 1. Сонда бізде 8 омега қалып тұр. Сонда бізде бастапқы мәнді сұрап тұрса, омега 1-міз міне. Омега 1, мынау омега 1, омега 1. Омега 1-міз бізде W. Так, омеганың өзгерісін 8-ге бөлгенге тең. А жауабы болады, балар. Келесі. Так, магниттік энергияның негізгі формасы арқылы шығарып тұрмыз. Есепті дұрыстап мұқият оқып шығамыз. Тоқ күшін 3 есе арттырамыз. 9 деген коэффициентті алдына қойдық та, мына L I квадрат бөлі 2-ні біз қайтадан омега 1 деп алдық та, ары қарай екеуінің айырмасын алып, осылай шығардық. Келесі. 19. Жинағыш линзадан 125 см қашықтықта. Дымыз 125 см. Бас оптикалық оське перпендикуляр орналасқан нәрсенің экрандағы кескіннің биіктігі. Нәрсе биіктігі кішкентай h, кескін биіктігі болса 25, үлкен h. Деп белгілейміз. Фокус аралығы үлкен f деп белгіленеді. 0,125 метр. Нәрсенің биіктігін тап. Кішкентай h тауып керек бізге.
Балалар, жұқа жинағыш линзаның формуласы 1 бөлінген үлкен F тең болады 1 бөлінген кішкентай F қосылған 1 бөлінген D. Осыда бізде не жоқ? Кішкентай F тауып аламыз. 1 бөлу кішкентай F тең болады 1 бөлінген үлкен F-іміз 0,25. Азайту 1 бөлінген D. Ол бізде 0 метрға айналдырсақ 1,25 болады. Тең болады. 1-ді 0,25-ге бөлсек, ол бізде 4. 1 бөлу F тең болады. Мынаны былай істей салайық. 4 азайту 1-ді 1,25-ге бөлеміз. 1-ді бөлеміз 1,25-ге. Ол бізде 0,18. Сонда бізде мына жерде 3,2 болып тұр ғой, F-ті табу үшін істейміз, кішкентай F-ті табу үшін. 1-ді 3,2-ге бөлеміз. Сонда 0,131 метр жауабы шығып тұр, кішкентай F-іміз. Ары қарай не істейміз балалар? Ары қарай біз кішкентай H-ті табуымыз керек. Егер кішкентай H-тың формасын ұмытып қалатын болсақ, бізде мына жинағыш линзаның несін салып алайық сызбасын. Мысалы, мына жақта мынау дене. Дененің биіктігін біз кішкентай H дедік. Мына жақта кескін. Кескіннің биіктігін біз үлкен H дедік. Денеден линзаға дейінгі қашықтықты, линзадан кескінге дейінгі қашықтық кішкентай F. Енді осыларды ұқсас үшбұрыштар деп қарастыратын болсақ, D-ның F-қа қатынасы тең болады H-тың үлкен H-қа қатынасына. D-ның F-қа қатынасы тең болады H-тың кішкентай H-тың үлкен H-қа қатынасына. Осы теңдікті негізге ала отырып, кішкентай H-ты анықтаймыз. Кішкентай H-ты табу үшін кішкентай F-іміз бөліміне кетеді 0,31. D бізде 1,25. Үлкен H-ымыз бізде 0,25 миллиметр ғой себебі, 1,25 көбейту 0,25 бөлінген 0,131. Бізде мынандай сан шығып тұр. 0,100 метр деген жауап шығып тұр. 0,1 ғой. Енді ол жауапты сантиметрмен жазып көрсек, 10 сантиметр. Миллиметрмен жазсақ, бізде 100 миллиметр. Значит, бізде бұл жауап болады. 19-да, мұқият есеп шығару жолымен жазып аламыз, балалар. Келесі тапсырма. Келесі бізде 20. 20-шы тапсырмада бізде не дейді? Плюс 8Q заряд берілген. Плюс 8Q заряд және минус 4Q заряд берілген. Екі түрлі заряд беріліп тұр. Радиустары сәйкесінше R және 3R екі өткізгіш сфераны ұзын жіңішке сыммен бір-біріне жалғаса, екінші сфераның заряды қандай болады дейді. Екінші сфераның заряды қандай болады дейді. Ол үшін біз көзімізге елестетіп жазып алайық. Мысалы, мынау радиусы 1R заряд 8Q болсын. Ал мынау радиусы 3R, 1R, радиусы 3R, минус 4Q заряд болсын. Осы екеуін дейді, қандайда бір сыммен жалғаған дейді, жіңішке сыммен жалғады. Жіңішке сыммен жалғады. Сонда бізде зарядтар, мынау пайда болған зарядтар Q1 штрих болса, мынау Q2 штрих болса, екеуінің қосындысы не болады, балар? Екеуінің қосындысы Q1 штрих қосылған Q2 штрих тең болады екеуінің қосындысы. Ол бізде 4Q-ға тең. 4Q-ға тең, Енді арғарай не істейміз, балар? Арғарай бізге зарядты табуымыз керек. Екінші сферадағы заряд қанша екендігін табуымыз керек. Ол үшін біз потенциалдар, екі өрісте берілген потенциалдар, нүктелік потенциалдар өзара тең деп аламыз да, арғарай шығарамыз. Бірінші потенциалымыз бізде K, Q1 бөлінген R болса, екінші потенциалымыз бізде K, Q2 бөлінген
3 r болады. Ары қарай не істейміз? Ары қарай біз Q2-ні анықтаймыз осы теңсіздік бойынша. Так. K-ларымыз қысқарып кетті, R-ларымыз қысқарып кетті. Сонда бізде не қалды? Q тең болады. Q1 тең болады Q2 бөлінген 3. Осыдан Q2-ні табатын болсақ, бізде 3Q шамасына тең болады екен. Келесі бізде контекстік есеп болар. Шардың домалауы деген. Шардың домалауы. Бұл тапсырманың негізі қараған сияқтымыз. Массасы, оқушы массасы 2,5 кг шарды көлбеу ауа бойымен домалатып суретте көрсетілгендей тәжірибе жасады дейді. Екеусіз келмесін дейді. G-дің мәні берілген. Келесі, біздегі биіктік 1,18 және ол 0,18-ге құлады дейді. Енді тапсырманы көрейік. Шардың құлау биіктігі қандай дейді. Шардың құлау биіктігі қандай деп тұр. Біз не істейміз? Шардың құлау биіктігін анықтау үшін екеуін бір-бірінен азайтамыз. Бізде шар қандай биіктіктен, енді бұл жерде қандай биіктіктен құлады десе, 1,18 биіктікте дегенді алғанда дұрысырақ болады. Домалаған шардың құлау биіктігі десе, бізде құлау биіктігі бізде көлбеу науадан құлап тұр. Науа болып тұр ол бізде. Науаның мына жағындағы биіктігі мынандай болып тұр. Құлау биіктігі десе, ол бізде балалар азайтамыз. 1 метр. 1 метрді аламыз. 1,18-ден 0,18 азайттық 1. Жиырма 1 метр. 21-ші тапсырма. Бір метр. Сол жауапты ала берейік. 1,18 азайтын 0,18 тең болады 1 метр. А нүктесіндегі шардың потенциалдық энергиясы дейді. А нүктесіндегі дененің шардың потенциалдық энергиясы. Так. А нүктесіндегі шардың потенциалдық энергиясы бізде не болады? Осы А нүктесіндегі биіктікпен таба береміз ғой. MGHA деп қойық. Так, масса 2,15, G10, H бізде 1,18. Екі бүтін оннан бес көбейту 18. 45 жол болар. 45 жол. Келесі бізде шардың потенциалдық энергиясының өзгерісі қандай дейді. Потенциалдық энергиясының өзгерісі. Жаңағы немен аламыз ғой. 1 метрмен алып есептей саламыз ғой, я? Дельта Е-ні анықтау үшін MG дельта H істеймізді. 2,15 көбейту 10 көбейту 1 метрді аламыз. 25 жол. Келесі бізде шардың В нүктесіндегі кинетикалық энергиясы қандай дейді. Шардың В нүктесіндегі кинетикалық энергиясы бізде неге тең болар? В нүктесіндегі кинетикалық энергиясы бізде мынадан 45-тен 25-ті азайтқанға тең 20 жол. Жоқ, 20 жол деген жауап жоқ бізде,
Так, ол бізде қалай болады? Так, 0,8. Дельта Е бұға тең десек, дельта Е бұмыз бізде. А нүктесіндегі энергия бізде 45 джоуль. Азайту В нүктесіндегі потенциалдық энергиясынан азайтайық. МЖH сонда бізде 45 азайту 2,5 көбейту 10 көбейту В нүктесіндегі биіктігіміз 0,8. 2,5 көбейту 10 көбейту 0,8 20 болды. 45-тен 20-ны азайтамыз, 25 джоуль балыр. Бұл да 25 джоульға тең. Келесі бізде 25 балар. Балар 25 В нүктесіндегі шардың импульсы қандай дейді? Импульсымыз бізде МВ, яғни В нүктесіндегі жылдамдық, жаңағы бізде кинетикалық энергияны анықтадық қой, кинетикалық энергия В нүктесіндегі, яғни сол арқылы біз не істейміз? Жылдамдықты тауып алсақ болады, балар, жылдамдықты тауып алайық осы жерден. Квадрат, 2 көбейту 25 бөлінген 2,5. 50-ді 2,5-ке бөлеміз, бізде 20 метр секунд. Түбірге алады екенбіз ғой, балар түбірге аламыз. 20-дан түбір тапсақ, жоқтағаннан ше болады. 4,5 метр секунд жоқта болғанда. Арғарай бұны есептей саламыз. 4,47 деп алайықшы. Нақты мән алайық, көбейтеміз 2,5 тең болады. Импульсымыз бізде 11,2. Жоқта болғанда. Килограмм көбейту метр секунд. Шығарға болады, балар. Кішкене ойланып. Келесі балар мен сан мәндерін есептемей қойын, кішкене уақытты үнемдеге. Өздеріңіз есептейсіздер, мен формуланы жазып өтейін. 2 метр биіктіктен құлаған массасы 500 грамм дененің жерге соғылар мезетіндегі кинетикалық энергиясы қандай? Яғни кинетикалық энергиясы ол жағдайда потенциалдық энергия тең болады, яғни МЖH формуласымен шығарасыздар. Келесі 27. Екі атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласы қандай дейді? Екі атомды идеал газ болса, бізде еркіндік дәреже 5-ке тең болады. Еркіндік дәреже 5-ке тең болады, яғни үстінде тұрған сандар. 2-ден 5, яғни ішкі энергия 2-ден 5 нью РТ дельтаты. Немесе 2-ден 5 кішкентай м бөлу үлкен МРТ. Формасын таңдап өздеріңіз тауып жазасыздар. Келесі 28 ампер күшінің формасы. Ампер күшінің формасы біреу ғана. G. Конденсаторның сыйымдылығы 1 микрофарад, тербелістің циклдік жиілігі мынандай болса, сыйымдылық кедергі қандай? Сыйымдылық, циклдік жиілік X-ны табу керек. X-ның балар өзінің негізгі формасы бар ғой. Яғни сыйымдылық кедергінің өзінің формуласы бар. Сол формуланы жатқа білмесеңіздер, бұл есептеріңіз шықпайды. Яғни ол формуланы жатқа білулеріңіз керек. X-ымыз бізде 1 бөлінген омегасы. Омега бізде бар, сыны микрофарадты жай фарадқа айналдырасыздар, орнына қойып шығара саласыздар. 29. Балар 30-шы тапсырма. Оптикалық күшке 10 диоптра жұқа қос дөңес линзадан қашықтықта оптикалық өске перпендикуляр дене қойылған кескіннің биіктігі. Мен берілген жазып берейін. Жаңа осыған байланысты осыған қатты ұқсайтын есеп шығардық. Соған ұқсастырып шығарамыз. Қос дөңес линзадан қашықтық. Линзадан мынау ненің биіктігі? Дененің биіктігі кішкентай h.
кескінің биіктігі үлкен ашты табу керексіздер. Мынау оптикалық күш Д. Иә, оптикалық күшіміз Д-мыз бізде бір бөлінген үлкен F қой. Осы формадан үлкен F-ті тауып алсаңыздар болады. Енді мынау дөңес линзадан 0,5 қашықтықта дейді. Ол бізде не болып тұр? Д болып тұр, иә? Д болып тұр. Яғни міне үлкен F бар, кішкентай Д бар, кішкентай F-ті тауып аласыздар. Сосын барып жаңағы формула арқылы үлкен H-ті табасыздар. Шығара аласыздар деп сенемін. Тура жаңағы есепке ұқсайды. 31-де массасы 50 грамм және 30 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары. Келесі массасы 50 грамм 30 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары жебе атылды дейді. Қозғалыс басталған соң 2 секундтан кейінгі жебенің потенциалдық кинетикалық және толық энергиясы қандай дейді. Бұны біз өзіміз шығарып жүрейік енді. Толық энергиямыз бізде М максималды жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Осымен есептейсіздер. Мен формуласын қоя салайын. Сіздер өздеріңіз есептеңіздер, иә? Ары қарай кинетикалық энергияны табу үшін істейміз. Кинетикалық энергияның формуласын білеміз ғой. mv квадрат бөлінген 2. mv квадрат бөлінген 2, бірақ біз бұл v-ны алмаймыз. Ғой. Себебі бізде максималды жылдамдық беріліп тұр. Бізге жай жылдамдық табу үшін сол максималды жылдамдықтан g-тінің көбейтіндісін азайтып тастайсыздар. Мына v-ны мына жерге қоясыздар, сонда кинетикалық энергияны есептеп шығара аласыздар. Потенциалдық энергияны табу үшін істейміз. Потенциалдық энергияны табу үшін мынаны азайтасыздар. Сонда бізде потенциалдық энергия шыға келеді. Өздеріңіз есептеңіздер. 32-ші тапсырманы қараңыздар. Жұмыс қысым көлем беріліп тұр, яғни А тең болады П дельта В формасымен шығарасыздар. Соңғы көлемі дейді. П В2 азайтып В1, бізге В2-ні сұрап тұр. Шығарып көресіздер, жақсы ма? Келесі. 34-іміз қайда? 33-те электролиз заңы, электрохимиялық эквиваленттілігі мынаны табу керек. Фарадей заңы ғой, балалар. М тең И К Т формуласы. К-ны табу үшін не істейміз? Қайсы формула түрленеді? Яғни осы жерден беріліп тұр. Содан сіздер таба саласыздар. Уақыт беріліп тұр, И беріліп тұр, К беріліп, масса беріліп тұр. Жақсы. Келесі. Келесі 34. Металл баллондағы газды пайдалану кезінде оның қысым 75%-ға кеміді, тұрақты температурадағы газдың массасы қайтеді дейді. Қандай өзгеріс дейді. 35-ші тапсырма біздің тура алдыңғы нұсқада біз қарастырған, алдыңғы тақырыпты мен бір нұсқа қарастырып едім ғой, сол кездегі тура сол есеп қайталанып тұр. 35-ті шығармай қоямыз. 34 бізде, 34-те не істейміз, балалар? 34-те металдың баллондағы газды пайдалану кезінде оның қысымы 75%-ға кеміді, тұрақты температурада газдың массасы дейді. Температура тұрақты деп балалар подсказка беріп тұр бізде. Т1 тең Т2 жазып қояйық. Қысым қайтып тұр дейді. Қысым бізде 75%-ға кеміп тұр дейді. Оны біз қалай жазамыз? П2 тең болады 0,25 П1 деп жазып аламыз. Ары қарай не істейміз? Көлем туралы айтылмаған, сол себепті біз не істейміз? Көлем В1 тең В2 тұрақты деп аламыз. Одан кейін ағай Менделеев Клапейрон теңдеуін аламыз. П1 тең болады М1 бөлінген үлкен М РТ. Т1 деп алсаңыздар, қысқарып кетеді. Келесі дәл осы саяқты П2 В2 М2 үлкен М Р Т2. Мыналардың барлығы қысқарып кетті.
көлемдер, температуралар барлығы қысқарып кетті. Сонда екеуін бір-біріне бөліп жүрсек, P1 бөліп P2 бөлінген M1 бөлу M2 формасы қалды. Ол осы формадан бізде нені анықта деп тұр? M2-ні анықта деп тұр балалар. Осы M2-ні түрлендіріп таба саламыз. Почти шығып тұр есеп. Жақсы балалар. Бүгінгі нұсқа талдауымызды аяқтаймыз. Шықпаған есептерді маған міндетті түрде шығарып жіберіңіздер. Түсінбей қалсаңыздар, жақсы ма? Нұсқа талдауымызды аяқтайық. Сау болыңыздар.